Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Алакөл ауданында жарты ғасырға жуық мәдениет саласында өзіндік үлес қосып жүрген аудандық Зейнеп Қойшыбаева атындағы мәдениет үйінің директоры Смағұлов Отан Жұмабекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, Отан Жұмабекұлы. Бүгін өзіңізбен отбасы тәрбиесі, отбасы жарасымдылығы және де қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелер, тұрмыстық зорлық-зомбылық, кибербуллинг, буллинг сияқты және де жастардың қазіргі замандағы тәлім тәрбиесі жайлы әңгімелескім келіп отыр. Алдымен сұхбатымызды өзіңізден, кейін осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының жұмысы туралы әңгімелессек. Өзіңізден бастасаңыз, өмір жолыңыз, өміріңіздің қызықты сәттері және де осы мәдениет саласындағы еңбек жолыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Рахмет. Айжан, енді жалпы жаңа айтып жатырсыздар ғой. Жарты ғасырға жуық мәдениет саласында қызмет етті деп. Анау 1981 жылдан бастап осы мәдениет үйінде қызмет атқарып келе жатырмын. Оның бүгінгі таңда 26 жылын сол қара шаңырақтың басшысы ретінде жұмыс жасап келе жатырмын. Енді мәдениет саласы деген ол өзіндік қызығы мен шыжығы мол сала ғой. Сондықтан да бүгінгі күнде мәдениет саласы заманның ағымына сай қарқынды дамып келе жатыр десек, артық айтқан емес. Бүгінгі күнде 18 мәдениет үйі халыққа мәдени көпшілік қызметтер көрсетеді. Оғында 150-ден аса штаттық бірліктер бар. Ал енді кезінде осы мәдениет үйін қабылдап алғанда мен 2 орындық, 1 үстел, 3 штаттық бірлікпен қабылдап алғам. Мінекей бұл біздің тәуелсіздігіміздің жетістігі деп айтуымызға болады. Бүгінгі күнде мәдениет саласы жаңағы мен айтып отырғандай деңгейге жетті. Оның қазіргі күнде кезек-кезегімен мәдениет күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Жаңағы айтылған мәдениет үйлерінің 13-і күрделі жөндеуден өткен. Енді кезегімен келе жатыр. Биылдың өзінде 4 мәдениет үйі салынып жатыр. Оның бірі мына Қазақстан ауылындағы блокты модульді мәдениет үйі болса, Көлбай, Екпінді, Қызылаш ауылдарында жаңа типтегі заманауи мәдениет үйлері салынып жатыр. Енді келесі жылдары Достық, Жайпақ, басқа да ауылдар кезек-кезегімен келе жатыр. Бұл біздің осы тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістігіміз деп те айтуымызға болады. Бүгінгі күнде мәдениет үйлері қай уақытта да мәдениетті жаңартып тұру керек. Ол жаңартып тұру дегеніміз оның материалдық базасын, сахналық киімдерін, ол жөнінде де жұмыстар атқарылып жатыр. Жыл сайын жаңағы мәдениет саласына аудан тарапынан, облыс тарапынан үлкен көңіл бөлінеді. Биыл жаңағы 4 мәдениет үйі 1 жылда салыну деген ол Алакөл аудан тарихында болмаған. Сондықтан да бұл аудан басшылығының осы мәдениет саласын істеп жүрген азаматтардың жетістігі деп айта аламыз. Отан аға, менде осы тұста бір сұрақ туындап тұр. Өзіңіз бағана айтып өткендей, өміріңіздің жарты ғасырын осы мәдениет саласына арнадыңыз. Мәдениет, бала кезіңізде мәдениеттен бөлек басқа саланы армандадыңыз ба? Басқа салада қызмет атқаруды арманыңыз қандай болды? Мен енді бүгінгі күнде зейнеткерлік жасына жетіп қалсақ, мен кішкене кезімнен осы мәдениетте келе жатырмын. Өйткені 3-4 жасымда қолыма домбыра ұстаған екем. Сол қазақтың өкілі қасиетті домбырасының арқасында бүгін мінекей осы ауданның мәдениетін дамытуға үлес қосып келе жатырмын. Өйткені мәдениет мен үшін ол өмір, мәдениет мен үшін ол осы жарты ғасырлық ғұмырым, мәдениет мен үшін барлығы деп айтуға болады. Мен үшін тек қана киелі орын ол сахна. Және де сахнада жүретін азаматтар, қыз жігіттер. Сондықтан да мен мәдениеттен басқа саланы армандағам жоқ. Армандамайтын да шығармыз. Негізі мәдениетте жұмыс істеу өте қызықты ғой, өздеріңіз де шет жағасын көріп жатсыздар. Бүгінгі күнде осы мәдениеттің жеткен жетістігі барлығы мен көз алдымда өтті. Ол тәуелсіздік жылдарындағы, тәуелсіздіктен бұрынғы кездегі
жылдарды барлық жарты ғасырлық мәдениеттің дамуы көз алдымда өтті. Сондықтан мен мәдениетпен бірге қайнасып кеткен адаммын. Отан аға, енді отбасыңыз жайлы айтсақ, өзіңіз ата-анаңыздан қандай тәрбие алдыңыз, және де сол алған тәрбиеңіз өмірлік ұстанымыңызға, көзқарасыңызға қалай әсер етіп жатыр? Енді ата-ана жөнінде айтатын болсақ, біз қарапайым отбасында дүниеге келдік. Менің әке-шешем 8 бала тәрбиеледі. Оның 2-і қыз болса, 6-ы ұл бала болды. Енді 2-і Алла тағаланың жазуы шығар, 2 ұл бала өмірден ертеректе озып кетті, қалғаны Құдайға шүкір осы әр салада жұмыс жасап келеді. Енді менің әкем негізі ақын домбырашы болған кісі. Өзіндік деңгейде аңшы болған адам. Жалпы ауыл шаруашылық саласында, мал шаруашылығында қызмет атқарды. Анамыз күнделікті осы өмірдегі балабақша тәрбиесі жағында жұмыс жасады. Басқа да қарапайым жұмыстар жасады. Жалпы қарапайым отбасында дүниеге келдік. Бірақ әке-шешеміз өнерге өте құмар адамдар болды. Сондықтан біздің үйдегі балалардың бәрі домбыра тартады, өлең айтады, мүмкіншілігіне қарай жазады. Бірақ барлығы басқа салада жұмыс істегенмен осы мәдениетті мен ғана кәсіп еттім. Ата-анаңыз тәрбиеде қатал болмады ма? Сізді қалай тәрбиеледі? Біздің үйде керемет қаталдық болған жоқ, бірақ сыйласымдық көп басым алды. Шешеміз, негізгі тәрбиеге шешеміз жауапты болған, қазір біліп отырып. Бұрынғы кезде жаңағы әкеміз енді мал шаруашылығында жұмыс жасағаннан кейін 6 ай қыс далада жүреді, еңбек етеді. Баланың тәрбиесімен тек қана анамыз айналысты. Әкеміз кішкене ерте өмірден озды. Оқытып, тоқыту, оны бүгінгі өмірге қадам бастыру барлығы біздің анамыздың мойнына жүктелді. Әкеміз ерте өмірден өткеннен кейін. Сондықтан да біз ананың қадірін, әкенің қадірін бір адамдай түсінетін адамбыз деп ойлаймын өзімше. Отан аға, биылғы жылы қарттардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылған болатын. Өзіңіз де естіген шығарсыз. Осы біздің ауданның қарияларына жасалып жатқан жағдайға көңіліңіз тола ма? Жалпы қай мемлекет болсын, жалпы оның ішінде қазақ халқы қарттарын құрметтеген халықпыз ғой біз. Әрқашанда ардагерлерімізді, аналарымызды құрметтейміз. Мынау мемлекеттің бағдарламасының аясында үлкен ғимарат ашылып отыр. Оның ашылу салтанатына өзіміз куәде болдық. Жалпы ауданда қарттар мәселесі бүгінгі күнде жолға қойылған. Ол аудан әкімдігі тарапынан да түрлі басқосулар, ардагерлерді жаңағы үлкен мәдени шараларға қатыстыру, не болмаса бір үлкен мемлекеттік деңгейдегі өткізілген мәдени шараларда жаңадан ашылып жатқан мынау ғимараттардың ашылу салтанаттарында біз бірінші орынға жаңағы ардагерлердің сұхбатын алға қоямыз. Ол кісілердің сол ауылда жасалып жатқан дүниеге көзқарасы, және де сол ашылып жатқан жаңағы ғимараттардың немесе болып жатқан мәдени шаралардың жаңағы бағытына бата тілегін бірінші орынға қоямыз. Сондықтан да біздің ауданда қариялар тарапынан жасалып жатқан жұмыстар көп деп есептеймін. Міне кейін соңғы жаңалық мынау ұзақ өмір сүру орталығы ашылып жатыр. Бұл осы ауылымыздағы, ауданымыздағы қарттардың бос уақытын тиімді пайдалануға арналған үлкен ғимарат, сәні мен салтанаты жарасқан ғимараттың жаңағы түрлі үйірмелер жұмыс жасап жатыр деп естиміз. Жаңағы спорттық шаралар, денсаулығына байланысты түрлі шаралар өткізіліп жатады, түрлі басқосулар өткізіліп жатады. Оған куәде болып жүрміз. Мына мәдениет саласының қызметкерлері осы ардагерлер бас қосқан кезде өзінің жаңағы әндерін, күйлерін арнап қатысып келіп жатамыз. Оның бәрі осы ардагерлерге жасалып жатқан құрмет деп есептейміз. Енді осы ғимараттың
өмір жасы ұзақ болсын, және де кеңейе берсін деген ниет айтқымыз келеді. Құрметті Отан Жұмабекұлы, қарты бар ел қазыналы ел деп айтамыз, иә? Осы қарттарымызды қоғамдық өмірде белсенді ұстау үшін тағы да қандай бағыттарды дамыту керек деп ойлайсыз? Енді бүгінгі күнде қарттарға қандай құрмет көрсетсе де артықтық етпейді. Негізінде біздің аудан үлкен. Анау Жоңғар қақпасы мен Лепсі өзенінің арасын жайлап жатқан елді мекендерде осындай ұзақ өмір сүру орталығы мына Қабанбай өңірінде ашылып жатса, не болмаса анау Достық бекеті жағында ашылып жатса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы аудандағы осындай жаңағы қарттарға құрмет көрсететін ғимараттар, не болмаса спорттық қажеттіліктер бәрі көбейіп жатса, ол нұр үстіне нұр болар еді. Бүгінгі қоғамда отбасы құндылығының әлсіреуі байқалады. Осы тұста қазіргі қоғамдағы тәрбиені күшейту үшін ең басты не қажет деп ойлайсыз? Отбасы тақырыбы деген бүгінгі заманда өте өткір мәселе болып тұр ғой. Өйткені біз мынау теледидардан, не болмаса мемлекеттік деңгейдегі жаңалықтардан естіп атамыз. Қазіргі жастар арасында ажырасу және де басқа да келіспеушіліктер өте көп. Соңғы статистиканы былай көретін болсақ, бүгінгі таңда уже сол статистикасының саны өсіп бара жатыр. Бүгінгі күнде 70%-ге дейін шығып кетті деген әңгімелер айтылады. Енді бұл қаншалықты рас екенін білмеймін. Біздің жастарға жауапкершілік керек шығар. Жауапкершілік, отбасы деген құндылықты жете түсіну. Енді мен бүгінгі жастардың ата-аналарының бәрі тәрбие бермеді деп айта алмаймын. Бірақ қоғамға негізделген дүниелерді жаңағы жастарымыз көп жерде түсінбей жатады. Ал енді отбасы құндылығы деген ол мемлекеттің тірегі. Сондықтан да жастарымызға отбасына деген жауапкершілікті арттыру бағытында көптеген жұмыстар жасалса деген ойым бар. Қазіргі жастардың тәртібі, қарым-қатынасы, амандасу мәдениеті жиі талқыланып жүр. Осы тұста жастардың тәлім тәрбиесіне қандай баға бересіз? Енді бүгінгі күнде жастар бақытты деп айтуымызға болады. Өйткені бүгінгі күнде мемлекетімізде жастар оқиым десе, оқу бар. Және де басқа да өзінің несін дамытам десе де, өзінің білетін ары қарай дамытам десе де, барлық мүмкіншіліктер бар. Білім керек болса, білім де бар. Жұмыс керек болса, жұмыс та бар. Оның бәрі әлгі жұмыс жоқ, басқа деген ол жай айтылатын сөздерме деп ойлаймын. Өйткені барлық адам не басшы болу, не бір кабинетте отыру, ол ондай дүние болмайды ғой. Жастардың ішінде қара жұмысқа, басқа да бизнеске, басқа ауыл шаруашылық саласында, мал шаруашылығында істейтін жастарға қазір жұмыс көп, бірақ біздің жастар жеңілдеу жағын таңдайды. Сондықтан да жастарымызға мамандық таңдағанда өте жауапты болу қажет сияқты. Отан аға, қазіргі заманда түрлі технологиялар дамып тұр, әсіресе телефонды жастар жиі қолданады. Осы тұста әлеуметтік желі жастардың бір негізгі ортасына айналды. Интернеттегі агрессия, жалған ақпарат, буллинг сияқты мәселелерді қалай тоқтату керек? Енді бұл жөнінде түрлі бағытта көп әңгіме айтуға болады. Енді қазіргі жастардың жаңағы жастар емес үлкендердің де отыратыны осы әлеуметтік желі болып кетті ғой. Біздің жастар қазір еліктегіш. Еліктегіш болғаннан кейін ыңғай негативті дүниелерге қарай еліктегіш. Бір жақсылық, бір білімге, құштарлыққа еліктемейді. Жаңағы бір негативті дүниелерге еліктейді. Ол неліктен екенін психологтар зерттеп жатыр ғой. Дегенмен де сол әлі жеткіліксіз болып жатыр. Балалар арасында мынау қоқан-лоққы көрсету, әлімжеттік көрсету деген әлі бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Ол мектеп жас балалардың арасында, ол жаңағы
мынау әсіресе спорт саласында жүрген балалардың арасында көп жиі орын алады. Сондықтан да мынау түрлі бағыттағы үйірмелерді мектептен тыс сабақ беретін мектептердің несін көтеру керек. Мынау балалар шығармашылық орталығы дейміз. Мына спорт залы, соған қатысатын балаларға мемлекет тарапынан, жалпы білім саласы тарапынан көп мән беру керек. Өйткені балалар сол жаңағы мектепте үйірмелерде алған білімі орта білімнен көп әсер етеді көбінесе. Мен байқап жүрмін, мысалы, өнер саласы болсын, басқа спорт саласы болсын, сол мектептен тыс бағытта үйрететін үйірмелерден көп нәтиже шығып жатыр бүгінгі күнде. Отан аға, өзіңіз осы мәдениет саласында қызмет атқарып келесіз. Ауданымыздағы ұлттық өнерді, салт дәстүрімізді, әдеп ғұрпымызды дамытуда қандай жаңа бастамаларыңыз бар? Ал енді бүгін негізі ұлттық құндылықтарды дамыту біздің тікелей міндетіміз, біздің саланың. Ал енді бұл саланы дамыту бағытында біз жаңа айтылып өттік қой, түрлі ұлттық жаңағы тақырыптағы мәдени шаралар, қарттарымызбен бізде осы ұлттық құндылықтарды, ұлттық өнер жастар арасында дамыту бағытында жаңағы түрлі мәдени топтар ашылып жатыр. Оны өздеріңіз де куә болып жүрсіздер. Мәдениет этно тобы дейміз. Бұл жаңағы тек қана той бағытында жұмыс жасамайды. Бұл жаңағы сахналық бағытта да жұмыс жасап жүр, оны өздеріңіз көріп жүрсіздер. Элит тобы деген үлкен топ жұмысы, ол ұлттық әндерді, ұлттық мәдениетті дамытуға өзіндік үлес қосып жүр. Бүгінгі күнде бізде Зейнеп халықтық әжелер ансамблі бар. Ол кісілер мынау жастар арасында түрлі ұлттық құндылықтарды насихаттау бағытында үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Мектеп жасы арасында жалпы мынау аналар, ақсақалдар кеңесін қоғаммен бірлесіп атқарып жатыр. Бұның бәрі жаңағы осы ұлттық құндылықтарды насихаттауға жатады. Құрметті Отан аға, сұрағым осымен тәмам. Енді бізді көріп отқан көрермендерімізге, тыңдармандарымызға өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді арнасаңыз, бізді жас отбасылар, жас буындар да көреді. Соларға бір өзіңіздің ақыл кеңесіңіз болса. Жалпы бүгінгі жалпы қазіргі ғасыр өте дамудың ғасыры ғой. Біз кешегі анау черно-белый дейміз ғой. Сол телевизордан бүгінгі қалтамыздан әлемнің барлық жерін шарлайтын деңгейге жеткен ұрпақпыз. Бұрынғы кезде біздің өз бала кезімізде білем, 76 жылы бізге телевизор келген. Сонда 4-5 үйде бір телевизор бар, бәріміз жабылып, жаңағы сол үйге барып телевизор көретінбіз. Содан бері қанша заман өтті, біз қазір әлемнің барлық дүниесі қалтамызда жүр. Сондықтан да осы даму ғасыры деп айтуымызға болады біздің ғасырымыз. Бүгінгі күнде мынау жасанды интеллектке дейін уже біз көріп келе жатырмыз. Соның бәрі білімнің арқасында. Бізде жастарымыз, жаңағы айттым ғой, оқимын десе оқу бар, білім алам десе білім бар, басқа да дамытам десе барлық жағынан дамуға мүмкіншілік бар. Сол уақытты жіберіп алмау керек жастар. Жаңағы құр айғай шу, құр әлгі шоуларға қатысу міндет емес. Білімді адамға бір нәтиже беретін дүниелерге көп көңіл беру керек жастар. Өйткені білімді үйрену қиын болу керек. Білімді үйрену қиын болған кезде болашақта саған өмір сүру жеңіл болады. Соны жастар жете білу керек, және де өзінің мамандығын, одан кейін жаңағы өзінің өмірлік жарын таңдауда қателеспеу керек жастарымыз. Ал енді үлкендерімізге, осы бүгінгі ардагерлерімізге мынау ғимараттарыңыз ары қарай дамуына біз әрқашанда өзімізден кейін үлес қосамыз, мәдениет саласын істеп жүргеннен кейін. Сіздер де осы жастар арасында үлкен ұлттық құндылық туралы насихат жұмыстарын жүргізіп, соларға баталарын беріп, сол кісілерден үлгі алып жүре берейік деген ниетіміз бар. Жақсы. Бақытты ғұмыр кешейік. Отан аға, көптен көп рахмет.
енді біз жас буын ретінде сіздердің айтқан сөздеріңізді өзіміздің санамызға түйіп аламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз Отан ағаның ой пікірін, өзінің айтқан өсиет әңгімелерін тыңдадық. Отан аға, уақытыңызды бөліп бізге сұхбатқа келісіп, осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығына келгеніңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдармандар, оқырмандар, бүгінгі біздің сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.